Шаяндар, ақшаға немқұрайлы қарамаңыз, ақырындап жұмсаңыз. Әріптестермен келіспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ сіз тез тіл табыса аласыз. Осы аптада бикештер көптеген жағымды эмоциялар әкелетін сапарға шығу мүмкіндігі болады. Күтпеген жағдайларға байланысты жоспарларды өзгертуге тура келуі мүмкін, бірақ бұл жақсылыққа келеді. Туыстармен қарым-қатынаста жақсы болыңыз. Сіз ескі келіспеушіліктерді реттей аласыз және реніштерді ұмытасыз. Осы аптада арыстандардың қаржылық жағдайы күшті. Кейінге қалдыруға болмайтын шығындар мен міндеттемелер көп болмақ. Құжаттармен жұмыс істегенде қырағы болыңыз және ерекше сақ болыңыз. Басқалармен қарым-қатынаста эмоцияларыңызды басқарыңыз. Саршаян, бұл жаңа апта жаңа бастаманы білдіреді. Сіз жақсы табыс әкелетін таңғажайып жобаны басқара аласыз. Шығындарыңызды мұқият қарап шығыңыз және олардың қажет немесе қажет еместігін бағалаңыз. Бұл апта тоқты үшін қарбалас кезең болады. Кәсіби салада да, жеке салада да жанжалдар мен келіспеушіліктер болуы ықтимал. Дегенмен, көп жағдайда барлық жанжалдар жақын адамдармен болады. Тез арада шешуді қажет ететін тұрмыстық мәселелер туындауы мүмкін. Торпақтарды күтпеген шығындарды күтеді. Дегенмен, олар сіздің үйіңіздің орналасуымен байланысты болмақ. Жөндеу жұмыстарын бастау үшін қолайлы кезең. Ескі қарыздар мен несиелер шығуы мүмкін. Әріптестермен қарым-қатынаста мүмкіндігінше әдепті болуға тырысыңыз. Егіздер, егіздерге ақша сәттілігі түсті. Ақша сіздің қолыңызда. Сіз қосымша табыс көзін таба аласыз немесе бонус аласыз. Жақындарыңыз сізді жағымсыз жаңалықтармен ренжітуі мүмкін. Бұл кезең саяхат үшін қолайлы. Мергендер, бұл кезеңде мергендер импульсивті шешімдерден аулақ болу қажет. Ойланбаған әрекеттер күтпеген салдарға әкелуі мүмкін. Ұзақ уақыт бойы көрмеген досыңызбен немесе сүйікті адамыңызбен кездесу сәттілік болады. Тауешкілер, бұл аптада шешуші әрекет қажет. Бұл әсіресе қаржылық салаға және сіздің мүлкіңізге қатысты мәселелерге. Уақытында әрекет етпесеңіз, үлкен шығындарға ұшырайсыз. Ақшаға қатысты барлық нәрседе сақ болыңыз. Су құйғыш. Осы аптаның ішінде су құйғыштардың барлық назары мансаптық жетістіктерге аударылады. Табысты болу үшін жеңді тұрып жұмысқа белсене кірісіңіз. Өз идеяларыңыз бен жоспарларыңыз туралы көп айтпаңыз, барлығын құпия ұстаңыз. Осы аптада таразылар сізді ғана емес, жақындарыңызды да алаңдатуы мүмкін. Маңызды шешімдер қабылдауға мәжбүр болмақ. Шыдамды болу керек. Сабырлық сақтау арқылы сіз өзіңізді күйзелістен және жүйке жүйесінің ашуынан құтқара аласыз. Балықтар, осы аптада отбасылық әл-ауқат үшін жауапкершілікті алуға мәжбүр. Жақын адамыңыздың мәселесін шешуге немесе біреудің жіберген қателіктерін түзетуге тура келеді. Ақшаға қатысты жаңалықтар сізді қуантады. Кәсіби қызметте тәжірибелі әріптестің көмегі немесе кеңесі мәселені шешуге көмектеседі.